125 high school, болашаққа жол. 125 high school, білім ал көр. 125 high school, сен ақылды бол. Саламатсыздар ма балалар, менің есімім Еркін ағай. Сіздер менімен бірге дүниежүзі тарихы пәні бойынша дайындалатын боласыздар. Енді біз бүгін алғашқы сабақ болғаннан кейін біз қалай дайындалу керек, неден бастау керек деген сияқты сұрақтарға жауап береміз. Жалпы біз ұбт-ға дайындалу үшін әрине негізгі мектептің оқулықтарымен дайындаламыз. Енді мына слайдта көрсетілген 6-шы сынып, 7-ші сынып және 8, 9, 10, 11 жалпы осы оқулықтардың бәрі сіздерде болу керек. Егер бұл оқулықтар сіздерде жоқ болса, мектепке барып, мектептің кітапханасына карточка аштырып, өз аттарыңызға жаздырып алсаңыздар болады. Әрине бұл тегін. Болмаса, өздеріңіздің үй жақтағы туысқандарыңыз, інілеріңіз, сондай братчикаларың болып жатса, солардан алсаңыздар болады. Және үшінші варианты, үйде планшет или ноутбуктарыңыз болып жатса, онда оқулық.kz деп сайтты ашасыздар Google'дан, соның ішіне кіріп, осы оқулықтарды PDF форматын скачать етіп алсаңыздар болады. Бұл бізде тегін варианттары. Міне. Одан бөлек ары қарай Каспий.kz-де немесе базардан сатып алсаңыздар да болады. Енді ол қаражаты примерно бір кітаптың өзі бір 2500 теңге сондай тұрады. Енді қандай оқулықтар керек екенін сіздер білдіңіздер. Енді біз қалай дайындықты бастаймыз? Біз әрине ежелгі заманнан бастаймыз. Өркениеттен бастаймыз. Сөйтіп ежелгі заманнан бастап біз ежелгі өркениеттердің жіктелуі, одан кейін жаңағы Египеттен жаңағы ежелгі Қос өзен, одан кейін Үндістан, Қытай секілді, одан кейін Грекия, Рим деген сияқты өркениеттерді өтіп, одан кейін барып біз жаңағы орта ғасырға келеміз. Енді өзім тұрып айтатын болсам, мен осы ұбт саласына жүргеніме 9 жыл болды. 9 жылдың ішінде бізде өте көп жетістіктер шықты. Әрине 140 балда шықты осы жылы. Одан кейін 137 балда шықты, 132 бал егерлері осы ДЖТ бағытында шығып жатыр. Сіздер де маған сеніп, айтқанымды істейтін болсаңыздар, сіздер де жаңа мен айтқандай оқушылар секілді үздік, өте керемет нәтижеге жетесіздер. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Енді өркениет. Жаңа ғана мен айттым, өркениеттен бастаймыз деп. Жалпы өркениет дегеніміз не десеңіздер, ол жалпы нақты анықтамасы жоқ. Біреулер айтады, ол мәдениет дейді. Біреулер жаңа адам өз-өзін ұстауы дейді. Біреулер ол жаңағы ұлттық мәдениет деп атайды. Негізі өркениеттің 200-ге жуық анықтамасы бар екен. Оған ең жақын анықтамасы ол бізде жаңағы синонимі, ол мәдениет болып саналады. Енді қараңыздар, жаңа ғана біз айттық, өркениеттің неше анықтамасы барса, 200 анықтамасы бар. Ең жақын синонимі ол мәдениет. Одан бөлек қандай да бір шектеулі аймақтарда мәдениеттің белгілі бір даму деңгейі болуы мүмкін, және азаматтардың тарихи даму кезеңдері бар. Яғни азаматтардың бір деңгейде тұрады. Біреу жоғарғы деңгейде, біреу орта деңгейде, және кейбір адамдар төмен деңгейде болуы мүмкін. Енді адамдардың деңгейі қандай екенін қайдан білеміз? Әрине өз-өзін ұстауынан және сөйлеу мәнерасына қараймыз да, сол қандай деңгейде екендігін біз біле аламыз. Ал ендеше кеттік. Жалпы өркениет сөзі мына латынша азаматтық деген сөзден шыққан екен. Яғни азаматтық, қалалық, мемлекеттік деген сөзден шыққан, яғни олар сауатты, білімді деген мағынаны білдіреді. Енді ежелгі заманда қалада тұратын адамдар білімді болған, оқыған, мектептер болған, университеттер болған, кітапханалар болған. Ал ауылдық аймақтарда ежелгі заманда, қазір деп атқан жоқ менде, ежелгі заманда жаңағыдай кітапхана болмаған, соған байланысты олар мәдениетсіздеу болғанда, кішкене соған байланысты осылайша қалалық, азаматтық деген мағынаны білдіреді екен. Жалпы өркениет сөзінің мағынасы. Тағы бір мағынасы бар. Орта ғасырларда өркениет сөзінің мағынасы ол ормандық жабайы деген сөзге қарама-қарсы, дөрекі деген сөзге қарама-қарсы мағынада қолданады. Бар ғой сонда адамдар, дөрекілеу, өзін ұстайтын, сондай сол сөзге қарама-қарсы мағына екен. Жалпы өркениет ұғымын ғылымға енгізген француз ағартушы ғалымдары екен. Давайте сол туралы өтейік. Француз ғалымдары Вольтер, Дени Дидро, Монтеске, үлкен Мирабо деген сияқты ғалымдар
олар айтады, өркениет ол ақыл мен парасат пен әділдік салтанат құрған заман дейді. Қараңыздар, ақыл, парасаттылық және әділдік салтанат құрған заман дейді. Соны алып қарайтын болсақ, енді баяғы заманда адамдардан әділеттік болған жоқ, жаңағы байлар ақсүйектер білгенін жасады, қарапайым халық өздерінің әділеттілігін қалады, әділетті өмір, әділетті қоғам, жалпы идеальный қоғамды қалады да. Сол үшін бізде осы кісілердің айтқан сөздері өркениеттілік дейді. Енді қазір бізде әділеттілік бар ғой, кішкене болса да, жалпы ақыл, парасаттылық бар бізде. Міне адамдардың көздері ашық қазір бізде ше. Міне сол. Енді келесі философтарға тоқталайық. Ары қарай бізде Вольтер, Дидро, Монтескье деген француз ғалымдары бостандық, әділдік, құқық салтанат құрған заман ол өркениет деп атапты. Ал адамдардың тарихи қауымының өзге құрылымдардан ерекшелейтін өзіндік экономикалық, саяси, әлеуметтік құндылықтар бар, солардың жиынтығы деп айтқан кісі ол Тойнби. Соны көрсеңіз, Тойнби айтады, адамда экономикалық, мәдени, әлеуметтік, саяси көзқарастар қалыптасса, ол өркениетті деген сөзді осы Тойнби айтқан екен. Ал енді неміс ғалымдарына тоқталайық. Луис Морган, Карл Маркс, Фридрих Энгельс деген сияқты неміс ғалымдары, ойшылдары ол бүйтіп айтқан екен. Жабайылық пен тағылымдықтан үстем болған қоғам ол бізде жаңағы өркениетті қоғам дейді. Енді шынымен ғой, қазір біз өркениеттіміз, біздегі жабайылық жоқ енді көрдіңіздер ма? Сол. Енді келесі айтатын ағылшын ғалымдары Тофлер мен Ростолдың айтулары бойынша дамудың белгілі бір кезеңінде тұрған адамдар дейді. Яғни дамудың белгілі бір кезеңінде, төменгі саты, ортаңғы саты, жоғарғы саты деген сияқты. Келесі мәдениеттің тұтастығын пайда болу туралы айтқан Хантингтон мен Ясперс болып саналады. Келесі енді өркениет ұғымын тануда унитару бағыты бар. Унитару дегеніміз ол өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының идеалы. Ал екіншісі сатылы дегеніміз, кейде біз оны сызықтық деп атаймыз, яғни өркениет адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының бір белгілі бір кезең деп аталады. Ал үшінші кезеңі тарихи локальды кезең деп аталады. Бұл жерде өркениет сапалы, әртүрлі этникалық немесе тарихи қоғамдық құрылымдардан тұрады екен. Міне, осы үш мәліметті дәптерге жазуды ұмытпаңыздар. Келесі айтатын мәселе, унитару бағыты бойынша Адам Фергюсон былай деп айтыпты. Өркениет адамзат дамуының толықтай біртұтас прогрессивті идеалды даму ретінде жүзеге асады дейді, және техникалық тұрғыда дамуы деп атаған екен. Ал сатылы бағыты Фергюсон, Морган, Карл Маркс, Энгельстер айтқан екен. Өркениет ол бізде адамзаттың прогрессивті, қарқынды дамуы және сатылы дамулардың нәтижесінде қалыптасты, және өркениет жабайылық пен варварлық кезеңнен шыққан кезең деп айтқан екен. Енді келесі айтатын мәселе, материалдық техникалық дамуы жоғарғы деңгейде болуы, тауар қаражатты қатынастардың болуы деген сияқты, бұның бәрі өркениеттіліктің белгілері болып саналады. Одан бөлек біз унитару бағытының ішіне кіргізетін нәрсене, бұл жерде қоғамдық меншіктің қатынастардың болуы, мүлік теңсіздіктердің пайда болуы, одан бөлек адамдардың таптарға бөлінуі, және мемлекет пен құқықтың пайда болуы, және моногамды отбасылар пайда болуы, осының бәрін біз жатқызамыз. Енді адамдар тәжірибе жинақтап кейінгі ұрпаққа қалдыруы, яғни ата-анамыз бізге өз тәжірибесі негізінде өзінің балаларына айтады, балам, мынаны істеуге болады, істеуге болмайды, абайла деген сияқты. Бұның бәрі бізде унитару бағыттың бір белгілері болып саналады екен. Міне балалар, бұл белгілердің бәрін дәптерге жазуды ұмытпаңыздар, бұлар ұбт-дан сіздерге келеді. Енді өркениеттің зерттеудің тағы бір локальды бағыты бар екен. Бұл жерге қарайтын болсақ, 19-шы ғасырда өркениет алуан түрлік идеясы қалыптасты. Ол кезде Гумбольдт, Гизо, Гобина деген сияқты ғалымдар айтқан екен. Ал келесі локальды өркениеттің теориясын айтқан орыс ойшыл ғалымы Данилевский мен неміс ғалымы жаңағы Шпенглер олар айтады, жалпы өркениет ол локальды түрде, ол бүкіл әлемге таралады. Өркениет белгілі бір жерде тұрып қалмайды, ол таралады дейді. Шынымен ғой, бізде қазір қарайтын болсақ, Корея мәдениеті келіп жатыр, Американың жаңағы мейрамдары, мерекелер келіп жатыр. Біз солардың киноларын, продуктілерін пайдаланамыз. Әрбір жасалған зат бізде Қытайдан жасалған, мына көрдіңіздер ме? Соның бәрі бізде өркениеттік жаңағы таралу болып саналады. Келесі айтатын мәселе,
адамзат тарихында мәдени тарихи бағыты, яғни организмдердің дамуының ерекше процестер секілді жаңа көзқарастарды қалыптастырады. Организмдер біздер дамып жатыр, организмдер сияқты өркениет те істеп жатыр дейді, таралып жатыр деп осы орыс ғалымы Данилевский мен неміс ғалымы Шпенглер айтқан еді. Енді өркениеттің зерттеудің бағыттарына тоқталайық. Ол бізде сатылы бағыты. Сатылы деген көріп тұрғандарыңызда бір сатыда тұрады. Қараңдар, даму ерекшеліктерінің ішінде Луис Морган былай деп айтыпты: ежелгі қоғам теориясы бойынша қоғам ежелгі қоғамнан бастап бүгінгі қоғамға дейін жетті дейді. Одан бөлек әлеуметтік экономикалық факторлар әсер етті дейді. Адамдардың топтасуы, шаруашылықпен айналысуы, егіншілік және мал шаруашылығымен де айналысуы, бұның бәрі өркениеттің дамуына да алып келді деген сөз. Енді өркениеттің екі бағыты бар, балалар, ОБТ-дан келеді. Бірінші бағыты ол бізде эволюциялық бағыты, екінші бағыты ол бізде өркениеттілік бағыты деп аталады. Осы екі бағытқа тоқталыңыздар. Енді бірінші бағыты ол эволюция, ол барша әлемдік, бүкіл әлемге қатысты. Ол туралы айтқан Адам Фергюсон, Луис Морган, Карл Маркс, Фридрих Энгельс сияқты ғалымдар айтқан. Яғни бұл өркениет адамзаттың жетістігін бүкіл адамдарға таратады және жануарлық жағдайдан адамдар қол үзіп, және одан кейінгі жабайылық пен варварлықтан адамдар кетті. Осылайша нағыз қоғам қалыптасты деп осы кісілер айтқан. Мысалы, машиналар, электр қуаты, жалпы лампочка, интернет, компьютер, сотовый телефон, олар бүкіл әлемге таралған ғой, дұрыс па? Тек қана Америкада ғана iPhone ұстап отырмайды ғой, бүкіл әлем iPhone ұстайды. Мысалы, Samsung тек қана Кореяда, корейстер ұстап жүрмейді ғой, Ким Джин Су, Ким Пак Су деген сияқтылар. Ал енді өркениеттілік бағытына тоқталайық. Екінші бағыты бұл жерде белгілі бір аймақтағы мәдениет. Мысалы, ол жаңағы қалай деп айтсақ екен, ол мысалы ислам өркениеті. Ол тек қана араб халифатында пайда болды. Арабия түбегінде сөйтіп не істеді? Иракқа, Иранға, Сирияға, Египетке сояққа таралды. Сол аймақта бізде көбінесе таралған. Одан кейін ресейлік өркениеті, көбінесе ТМД елдер, бұрынғы КСР мемлекеттерінің аумағында ресейдің мәдениеті таралып жатыр мына осындай. Яғни белгілі бір аймақпен шектелген бұл өркениет болып саналады. Енді өркениеттің алуан түрлік идеясы туралы айтатын болсақ, жалпы әлемдік ерекшеліктері өркениеттің жалпы ерекшелігі өте көп. Бір өркениет пен екінші өркениеттің ерекшеліктері мен айырмашылықтары бар екендігін біз білеміз. Өркениеттер өзара байланысты. Қазіргі кезде біз басқа өркениеттермен араласамыз. Біз Қазақстанда отырып Қытаймен, жаңа американспен, индуспен или тағы басқалармен не істейміз? Араласа аламыз, сөйлесе аламыз, олардың мәдениетімен таныса аламыз. Және глобализация туралы айтатын болсақ, қазір әрбір мәдениет өзінің бір мәдени белгілерін, ұлттық салт дәстүрін немесе мерекесін, ойынын глобализациялады, яғни бүкіл әлемге таратып жатыр. Енді өркениеттілік бағыты бізде прогрессивті даму бағыты, жаңа айтқандай құқық пен заң, одан бөлек гуманистік құндылықтар, бұның бәрі өркениеттілік бағытының белгілері болып саналады. Қазіргі кезде заң, құқық және гуманистік идеялар. Гуманистік идеялар не десеңіздер, ол адамға жан ашу, адамгершілік жаңағы белгілерін болуы осы гуманистік көзқарас деп аталады. Міне балалар, біз бүгін осындай тақырыпты өттік, яғни өркениеттің негізгі түрлерімен таныстық. Сіздер осы әрбір айтылған слайдты дәптерге жазуды ұмытпаңыздар. Бұлардың бәрі ОБТ-дан міндетті түрде келеді. Сіздермен бірге болған Еркін ағай, келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар. 125 high school.